Елде мемлекеттік тапсырыс шеңберінде дуалды оқыту бағдарламасына қатысатын студенттер саны 108 мыңға жетті. Бұл 6 жыл бұрынғы көрсеткіштен шамамен 2,5 есе көп. Оқу ағарту министрлігі жанындағы талап ұйымының ресми мәліметі осындай. 2027 жылға дейін мұндай жүйемен студенттердің 50%-ын қамту көзделіп отыр. Бағдарламаға 552 колледж қатысып жатыр. Түлектердің жұмысқа орналасу деңгейі 68-ден 71%-ға өсті. Кәсіпорындарда сертификатталған 3300-ден астам тәлімгер еңбек етіп жүр. Олардың 445-і биыл ғана оқудан өткен. Биыл алғашқы жарты жылдықта елдегі колледждер мен шетелдік оқу орындар арасында 50-ден астам меморандум жасалды. 100-ден астам оқытушы мен шебер халықаралық тағылымдамадан өткен. Сонымен қатар 80 шақты студент қысқа мерзімді академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысты. 3 колледж халықаралық салалық аккредиттеуден өтті. Серіктес елдердің қатары 20-дан асты. Олардың ішінде Түркия, Қытай, Оңтүстік Корея, Жапония, Франция, Ұлыбритания және Германия сияқты көшбасшы мемлекеттер бар.